Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз артрит туралы толық және түсінікті ақпарат айтамыз. Артрит деген не? Оның түрлері қандай? Белгілері, себептері және емдеу жолдары қандай? Соңына дейін көріңіз, бұл ақпарат сізге немесе жақындарыңызға пайдалы болуы мүмкін. Бірінші бөлім. Артрит деген не? Артрит бұл буындардың созылмалы қабыну ауруы. Артрит сөзі грек тілінен аударғанда буын қабыну дегенді білдіреді. Артрит кезінде буындарда қабыну, ауырсыну, қызару, ісіну, қозғалысының шектелуі байқалады. Жалпы буын қабынуының, яғни артриттің 100-ден астам түрі бар. Бірақ ең жиі кездесетіндері ревматоидты артрит пен остеоартрит. Артриттің түрлеріне келетін болсақ, остеоартрит бұл буын шеміршегінің тозуы. Көбіне жасы үлкен адамдарда кездеседі, ауырлық түсетін буындар зақымдалады. Тізе, жамбас, омыртқа. Сүйек пен сүйек бір-біріне үйкеліп, ауырсыну болады. Екінші түрі ревматоидты артрит. Бұл аутоиммунды ауру. Иммунитет жүйесі өзінің буындарына шабуыл жасайды. Көбінесе қолдың, саусақтардың ұсақ буындарында басталады. Әйелдерде жиі кездеседі. Ал келесі басқа түрлері ол подагралық артрит, яғни сүйектердің арасындағы буындарда зәр қышқылының жиналып қалуы. Одан кейін псориаздық артрит, инфекциялық артрит деген сияқты түрлері кездеседі. Артриттің белгілеріне келетін болсақ, ең жиі кездесетін белгілері буын ауырсынуы, қимыл кезіндегі сықырлау, таңертең буындардың қатайып қалуы, жарты сағаттан 1 сағат аралығында, ісіну, қызару, қозғалыс ауқымының шектелуі, созылмалы шаршау кездеседі. Ал артриттің себептеріне келетін болсақ, артриттің пайда болуына әсер ететін факторлар: бірінші, адамның жасы, яғни жыл өткен сайын шеміршек тоза бастайды. Екінші, генетикалық бейімділігі. Генетикалық бейімділігі дегеніміз сіздің ата-анаңызда, ата-әжеңізде, басқа да туысқандарыңызда артрит болған болса, онда сізде де артрит болу мүмкіншілігі басқа адамдармен салыстырғанда жоғары болады. Одан кейін үшінші әсер етуші фактор буынның әртүрлі жарақаттары. Одан кейінгі фактор артық салмақ, яғни бұл жердегі буындарға ауырлық түсуінің салдарынан шеміршектің әлсіреуі, иммундық жүйенің бұзылуы және инфекциялар әсер етуші факторларға жатады. Енді артритті анықтау үшін не істейміз? Бізге ең бірінші буындарды тексеру үшін қан анализдері керек. Оның ішінде ревматоидты фактор, С-реактивный белок және асло деп аталатын анализдер тапсырамыз қаннан. Одан кейін рентген түсеміз буындарға, УЗИ аппаратын немесе МРТ аппараты арқылы диагностика жасаймыз. Одан кейінгі зерттеу әдісі синовиалды сұйықтықты зерттеу, яғни екі сүйектің арасындағы буынның ішінен сұйықтықты зерттейміз. Артритті қалай емдейміз? Артриттің емі ол артриттің түріне байланысты әртүрлі болады. Бірінші, медикаментозды ем, яғни дәрі-дәрмек арқылы емдеу. Оған қабынуға қарсы дәрілер, ибупрофен, диклофенак сияқты дәрілерді қабылдаймыз. Екінші, ревматоидты артритте метотрексат және биологиялық препараттар қолданылады. Ал подаграда аллопуринол препараты және осыларға қосымша ауырсынуды басатын дәрілер қолданылады. Одан кейінгі ем түрі ол физиотерапия, яғни жылы суық компресстер қоямыз, электротерапия арқылы және міндетті түрде жеңіл жаттығулар жасау қажет. Ал үшінші түрі ол хирургиялық ем, яғни протез қою, жамбас, тізе буындарын ауыстыру керек. Әрине, оның барлығы сізде болып жатқан артриттің түріне, аурудың ағымына байланысты дәрігердің кеңесімен ғана жасалынады. Енді артрит болмас үшін, артриттің алдын алу үшін қандай әрекеттер жасауымызға болады? Артритпен өмір сүруіміз мүмкін, бірақ мына кеңестерді
есте сақтайық. Бірінші, артық салмақтан арылыңыз. Жеңіл дене жаттығуларын жасаңыз. Мысалы, жүзу, йога жасау. Буындарды суықтан қорғау керек. Дұрыс тамақтану. Жиі көкөністерді, С витамині бар тағамдарды және балықты қолдансақ болады. Алкоголь мен темекіден бас тарту қажет. Артрит ол созылмалы болса да, дұрыс еммен өмір сапасын сақтауға болады. Яғни бұл дегеніміз, сіз менің артритім бар, ол кетпейді, өмір бақи жүрем деп өзіңізді депрессияға, күйзеліске әкелуіңізге болмайды. Егер сіз дұрыс ем жасап, барлық дәрігердің айтқан кеңестерін, ұсыныстарын орындап жүрсеңіз, онда артритпен де жақсы өмір, сапалы өмір сүруге болады. Буындарыңыз ауырса, дәрігерге барып тексеріліңіз. Көбірек медициналық кеңестер үшін арнаға жазылып қойыңыздар.